жазғырып кеткендер көп, Абиба олимпиада медаль алған жоқ, ол неге сонша үш көлік беріңдер деп айтып жатқандар да бар. Осы нәрсені қалай қабылдадың? Олардан жинап алған ақша емес, халықтан жинаған жоқ, олар сбор ашып Абибаға машина әперейін деп. Олар жеке кәсіпкерлер, жеке қалталарынан беріп жатыр. Маған жазып біреу, сен жылап машина алып алдың. Білмеймін, мен осыны қабылдай алмадым. Ол жерде ол менсінбегендіктен емес. Көрші мемлекеттен келіп, бәрін бұзып жарып кірдің бе? Мен бір Европа кубогына барған жоқпын 2017 жылы. Мен артық кеттім деп айтып қояйыншы. Қыздар күйеуге тиіп кете берген. Айттым, Абиба күйеуге тимейсің ба? Тимей маған, тимесең алам деген сияқты. Дзюдода жарақатсыз жүру мүлде мүмкін емес, Денені кесуге қарсымын, бұйыртса сатылатын шығармыз. Қай кездесулер саған қиын болды, маған тек интервью беру ғана қиын деген сияқты бір қарсыласты бағаламау бар сияқты. Мен өзім солай қабылдадым. Сынып қалған жоқпын, мен 2 есе күш алдым. Олар сенбейді маған, ол маған күш береді, маған сенбеген. Достарың бар ма? Ерлер құрамасының ішінде. Келіншек менен қызғаныпты. Ойланда қызғанбайды. Жаққа мен әпше деп шақырады. Спортшыларды үлкен құрал ретінде де пайдаланады, ол байқарасаңыз да. Мен қазірге не құтысам олимпиададан түсініп жүрмін. Сәлем достар, мен Ақыр Сейтқазы, YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін әріптесім Назерке Абиболамен бірге дзюдодан әлем чемпионатының жүлдегері, Grand Slam турнирлерінің бірнеше мәрте жүлдегері, Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысы Абиба Әбужақыновамен әңгімелескен құрамыз. Абиба, қош келдің. Қош көрдік, рахмет. Кеше ғана Ақтөбеден ұшып келдің, Иә. Қалай болды Қазақстан чемпионаты? Бізде ел біріншілігі іріктеу кезеңдері өтіп жатыр қазір. Келесі жылдан бастап жарыстарды көретін болыстар. Жаңа құрама, жаңа команда деген сияқты. Үштікке енгендер, Иә, үштікте көрген. Яғни сендердің арттарынан келатқан, іздеріңді басып келатқан спортшылар ғой. Иә, бірақ бізде жақсы мықты балдар жеңіліп қалды, бірақ оларды да неден тыс қалдырмайды жарыстардан, себебі рейтингте, шетелде жақсы күресіп жүрген балдарды алдыда шанс береді. Кеше жалпы өзің Ақтөбедегі Қазақстан чемпионатында кімнің жеңісі сен үшін сенсация болды? Барлықтары сол алып жүрген балдар. Мысалға, Есет Қуана ол 66 күресіп 70-ке өтті. Ол барлығынан қарағанда бір опыты, бір тәжірибесі көбірек. Қалғандарды ешкімді бөліп жармаймын дейсің. Мен бірақ өзім чемпион болады деген балдар ұмытып қалды. Мысалы, кім? Серікбаев. Нұрғанат Серікбаев. Шамшай Данияр. Мен соларға не істегем, ұтады шығар деп. Рахметқали Жанарыс. Жанар призерға кірді ма? Жоқ, ұтылып қалды. Үштікке кірген жоқ, Ақтөбенікі ғой ол? Ұтылып қалды. Соларға енді. Бірақ қыздарға айтқан қыздарым чемпион болды. Мысалға, Есмегүл Кило, менің сестренкам, құрбым сол. Есмегүл сол 60 келді, өзің салмағанда, Сол Ақтөбедегі ел біріншілік аяқталғаннан кейін енді жаңа жылға дейін демаласыздар ма? Жоқ, біз бұйыртса 8-не Токиоға ұшып барамыз. Grand Slam. Мен қатыспаймын, бірақ мен оқу жаттығу жиынына қатысам. Не үшін қатыспайтын болдыңыз? Себебі кеше ғана Абу-Дабиге күрестім. Сосын? Жарақаттарымды емдеп, келесі жылдан бастап бұйыртса февральдан күресетін шығармын. Кім, Ояққа Ғалия барады ма? Күреседі. Ғалиятын 3-4 қыз күреседі. Негізі осы чемпионатта біздің нелеріміздің бәрі, лидерлердің бәрін босатқан, көшбасшылардың бәрін, Әлде өз еріктеріңізбен қатыспадыңдар ма? Жоқ, жарақаттар бойынша қатыспадық. Негізі қатыс десе қатысатын едік. Мен Абу-Дабида аяғымды ауыртып алдым, сол үшін қатыспадым. Кішкене белімде ауырып тұр, сол үшін. Жарақат туралы сұрайын дедің ғой, Назерке? Дзюдо деген ол негізі күрестің ішіндегі техника жағынан алатын күрес тұр ғой. Алайда дзюдода да көп жарақат аласыздар. Осыған дейін сіз қандай жарақат алдыңыз? Ол жарақаттарыңыз әсер ете ма? Сіздің күресіңізге, жиі мазалайтын, қатты мазалайтын жарақатыңыз өткен сіз осы именно олимпиадалық маусымда жарақат көп болды. Енді бізде дзюдо спорты жарақат алатын спорт бір түріне жатады, себебі біз күресеміз, лақтырған кезде қол тіреп қалуымыз мүмкін, әлде ыңғайсыз құлаған кезде, көп күш жағынан дайындалған кезде біз денеміз қатып қалады, сол кезде біз көбірек жарақат аламыз. Енді жарақаттар, мазалайтын жарақаттар бар, бір үйреніп кеткен жарақаттар да бар. Мысалы, қандай үйреніп? Мысалы, иығым ауырғанда мен уже үйреніп кеткем. Сонымен өмір сүріп жатырсыз? Ол бір 100% жоқ емес, ол бар. Чечесіне разрыв дейді орысша. Енді ол деген оны қайтып қоса алмайсың. Ол полностью үзіліп кеткеннен кейін ғана операция жасайсың, отау, содан кейін ғана нормально болады. Бірақ үйреніп кеттік, мен операцияға қарсымын. Денені кесуге қарсымын. Қандай жарақат болса да, сол кесуге апармайтындай жарақат болса екен деп ойлаймын. Енді сақтық
жасаймыз, бәрібір де жарақат алып қаламыз, көп бізде. Яғни дзюдода жарақатсыз жүру мүлде мүмкін емес, иә? Иә, бір адам басына 3-4 жарақат жетеді. 3-4 жарақат. Енді үйреніп қаламыз ғой, енді емделеміз, ары қарай жаттыға береміз, сол екеуін бірдей алып кетеміз. Ертең мысалға карьераңды аяқтағаннан кейін осы жарақаттар алдыңнан тағы мазалайды, сыр береді. Сол кезде өкініш болмай ма? Спортқа дейін салығымды бердім деген. Иә, енді оның бәрін емдеп аламын, сол спортты қойғаннан кейін қазірше шыдауға болады. Енді бірақ өкініш болмайды, осы жарақаттарды осы спорттан алдым ғой деген өкініш ешқашанда болмайтын сияқты. Ешқашанда, иә. Иә. Қайта жарақатпен ала алмай қалсам медаль деген өкініш болатын шығар, иә? Иә, сол жағы өкініштілеу. Себебі әлем чемпионатында 2023 жылы солай мен күресе алмай қалдым жарақатыммен. Сол өкінішті. Мысалға, көбіне спортшылар жарақат алған кезде ет қызуымен білінбейді ғой? Иә, бірінші күні сезілмейді күресіп жатқан кезде. Ертесіне таңертең ұйықтап тұрасың, сол кезде білінеді. Қай жерің ауырып жатыр, тұра алмай қалатын төсектен кездерде болған. Мысалға, бел ауырып солай. Осы енді сіз әйелсіз, болашақ анасыз, сондай сәттер көз алдыңызға келе ма сол кезде? Жоқ. Ойланбайсыз? Бәрі өз уақытымен. Жоқ, осы жарақаттар кейін кесірін тигізеді-ау деген ой болмайды ма дегенім ғой? Жоқ, болмайды. Бұйыртса ұтылатын шығармыз. Құдай қаласа. Аз қандай өкінішіңіз бар? Яғни сіз жарақат алған кезде өкінбеймін дедіңіз ғой, бірақ сіздің осы спорттық карьераңызда қандай өкінішіңіз бар? Өкінішім бар, енді Олимпиадада 3-ші орынға күрескенде жеңіп қалған өкінішімді сол Лос-Анджелесте қайталамауға әрекет жасаймын. Сол ең бір спортта өкінішім. Тек менің емес, ол бүкіл Қазақстанның өкініші ғой деймін, бәрі мені көрсе айтады солай. Кеше мысалы Ақтөбенің өзінде, ай сол кезде тап 3-ші орын алғаныңда деп. Қалай деп па? Иә, бәрі соны айтады маған. Мен айттым, иә, ол менің қателігім. Сол Лос-Анджелесте соны жойып беремін деген сияқты. Осы ғой кеше Олимпиаданы көрдім ғой, мен сол кезде болдым, сенің жекпе-жегің Елдос екеуің бір күнде шықтыңыздар. Париж Олимпиадасы, мен де жазғы Олимпиадам алғашқы журналист ретінде барған. Сол кезде маған сол Олимпиада басталғаннан сенің бір күресің жүрмей жүрген сияқты көрінді. Иә, бірінші кездесуден бастап қиналдым. Иә, сен бұрынғы бір жалындап тұрған Аюбаны қарай алмай, көре алмай отырдың да, бір жүрмей жатырды. Сосын бір рет екінші белдесуіңде мен жеңдің ғой. Сол кезде бір қолыңды көтеріп қуанған кезінде вот енді жинап келе жатыр ма деп ойладым. Иә, бәрі сол ойлаған. Ал бірақ қола медальда ана тараны жеңіп жүрсіз ғой сіз бұрын. Мен ойладым, бір білмеймін, жартылай финал және қола медаль үшін күресте сенің күресің мүлде жүрмей қалғандай болды да. Сол не әсер етті сол кезде? Жарақат па, әр нәрсе ойладыңыз ба, әлде білмеймін, қарсылас мүмкіндік бермей қойды ма, әлде Олимпиаданың рухы қысты ма? Жоқ, бүкіл үлкен жарыстарда күресіп жүрмін. Ол Олимпиада, оның атаған Олимпиада, татамиді біз өзіміз күресе береміз. Бір дене қабілетім бір орында болған жоқ. Испан қызында ұтқам, таранында барлығын ұтқам мен. Мен испан қызынан оңай өтеді деп ойладым сені. Иә, мен де солай. Мен барам, финалда жапон қызымен күресем деп ойладым. Моңғол қызында ұтқам, ұтылғам, бірақ оны ұтуға болады деп. Енді ұтқаннан кейін ұтам деп бардым. Енді ол мен өзімде, білмеймін, мен вообще күресе алмадым. Ол кезде мен Абиба болған жоқпын. Енді мінезге, характерге салып күрестім сол ұтқан қарсыластарымды. Қалғандары, олар менің басым түсіп тұрды ол кезде, себебі мен бір 40% пайызға мен өзімде болған жоқ. Бір жағынан анау үшін мысалға Олимпиадада көбіне шеберліктен, баптан гөрі бақ көп рөл ойнайды дейді ғой. Мысалға болмайтын бір спортшылар алып кетіп жатады да, мысалға мүлде күтпеген да, мысалға ше. Ана Елдостың қарсыласы Лукада көп ұтпайтын жігіт қой. Енді бап Токиода алған, Парижде алған, иә, бірақ 2 Олимпиада медаль алып тұр. Ол баланы мен басқа ана жапондықтар сияқты, басқа спортшылар сияқты көрмеймін да көп жүлдегерлер қатарынан. Бақта шабады ғой сол кезде, солай бұйырып кеткен шығар. Енді бізге де бұйыртса бұйыратын шығар. Біз мысалға Ғұсман Қырғызбаевтан ешкім күткен жоқ. Солай бұйырып кеткен. Мүлде күткен жоқпын. Әлі есімде Ғұсман туралы былай айтамын ғой, Ғұсман ренжімейтін шығар, бізді бөледі ғой. Журналистерді кім қаяққа барады, бөліп аламыз біріміз. Мен айтамын, мен Ғұсманға барам, қазір дзюдоға деймін ғой, сөйтіп Ғұсманның бірінші қарсыласын көрем, бір мықты испандық түсіп тұр екен. Сосын айтамын, жоқ, бұл бұдан өте алмайды, Ғұсманды көріп тастап, қазір ол жеңіліп қалса, мен боксқа барам, ар жаққа мен сояққа да жазып қой деп, өзіме план құрып аламын ғой. Әрине, ол үшін Ғұсманнан кешірім сұраймын, оны өзіне де айттым. Сөйтсем, Ғұсман біреуін ұтты, екеуін ұтты, бір қарасам, жартылай финалға шығып жатыр екен да. Сондай кезде
сол Ғұсманның оқиғасы маған демеу екеуінің оқиғасы кәдімгідей сол олимпиадада баптан гөрі бақтың. жапқан. Бір Ғұсман талай жеңіл жүрді, иә, былай қарасаң. Оның да бір бүкіл еңбегінің өтеуі болған сияқты осы олимпиаданың медалі. Қаншама жарыстарда жеңілді, сол жарыстар жеңілген көрінбей кетті де олимпиада 3-ші орын алып еді, оны бәрі сыйлап кетті. Оған дейін неге апарасыңдар деген сияқты. Елдос Сметовке де солай көп жазды ғой. Олар үлкен болып кетті, жастарға берсін деп. Ал қазір керісінше күресе берсін деген сияқты жазып отыр ғой. 30-ға дейін күреседі екен барлығы. Адамдар лезбе өзгеріп кете салады, иә. Біздің қоғам пікір солай ғой. Сен ұтып келсең, бірақ ұтып келіп Елдос Сметов алдын алып келсе де оны мамасын ұстады, әйелін ұстамады деп шулатып жіберді ғой. Адамдарға жақпайсың негізі бір сөз айтқан кезде. Сіз жаңа айттыңыз ғой, неге олар барады, неге жастар орын бермейді деген сияқты. Сіз соған қалай қарайсыз? Мысалы, сізден мықтырақ жас дзюдошы болатын болса, сіз оған жол бересіз бе, әлде сіз соңына дейін күресесіз бе? Жоқ, жол бергенде, егер ол менен рейтинг жоғары жинаса, бара берсін, мен қарсы емеспін. Егер жарыстар шығып жатса, мен өте қатты қуанам. Бізде де бар, біздің артымыздан келген жастар бар деп. Егер де ұпай жинай алмай менен төмен тұрса, мен барам. Егер ол менен озып, менен бірінші шығып кетсе, мен оған жолымды берем. Спорттық принцип дейсіз ғой, спорттық. Ол ұпайға байланысты бізде. Ұпайға байланысты. Елдос пен Ғұсман туралы айтқым келіп тұр. Елдостың да олимпиадаға баруына көпшілік қарсы болды да. Одан бөлек Ғұсманды мен ойлаймын, Ғұсман 66 келіге ауысқалы, ол тек қана Азия чемпионатынан бір қола медаль алды да. Астанада. Басқа гранд-слэм турнирлердің ешқайсында, 2 әлем чемпионатында мүлде жүлдеге ілікпеді ғой. Бір 2-3 кездесе ұтып келіп зат 3-ші орынға таласта ұтылып қалды. Азия чемпионатына осы жылы 3-тікке кіруге бір қадам қалып 5-ші орын алып қалды. Солай ол ұпай жинады. Ғұсман Қырғызбаевты бір олимпиадаға бір соңғы кірді ғой рейтингке. Ең соңғы болып ілігіп кетті, иә. Оған ешкім сенген жоқ. Солай болу керек сияқты, ешкім сенбесе жарып кетесің. Саған керісінше болды, бәрі. Мысалға сен бүкіл жарыстан медаль алып келгеннен кейін сен фавориттердің қатарында болдың да. Сол қысым саған сезілді ме негізі? Бәрі Абиба деп бүкіл сайттар, рейтингілік пабликтер сенің суретіңді шығарып жатыр, бәрі саған бір үміт артып қойып жатыр. Әлде онымен жұмыс істеп үйрендің бе уже? Онымен жұмыс үйренгенмін, себебі осы әлем чемпионатын алды да солай барлығы. Тек алса Абиба алады деген сияқты. Сосын мен алдым, тек мен ғана алдым, 3-ші орын, сосын барлығы айтқан, онда Абибаны ғана апара салыңдар, жарысқа қалғандар не үшін апарасыңдар деген сияқты. Енді ондай бір жауапкершілік қатты алмаймын, себебі уже алып жүрдім. Бір қарағанда бүкіл жарыста 3-ші орын алып келдім. Мен үшін ол тұрақтылықты ұстап қалу өте қиын. Олимпиадада солай тұрақты бір жүлде аламын деген ойда барғам. Менде қысым, барлығы сезді деген, сенді деген болған жоқ. Өзің бұл жағынан кәсіби, профессионалсың ғой. Айба, сенің ана мегзонадан көз алдынан өтіп кеткенің әлі есімде. Сен жылап, бізге қарады алмадың, қолыңды бүйтіп, саған қарап, біз жылап тұрдық, мына жақта жүрегіміз ауырып. Ұтылғаннан кейін, татамиден түскеннен кейін, не айттың ағаға? Не ой болды сенде? Ағайма ма? Жалпы өзің не, мысалға кеше ана Аба Ута жылады ғой, еңіреп. Ол енді өмір жеңіп жүрген адам, оған ауыр болды да. Енді сен жеңіліп жүрсең де, сен медаль алып жүрген қызсың ғой, мысалға ше. Татамиден түстің, сен олимпиада медалі жоқ, бір сондай бәрібір біткеткендей сезім болды ма? Ол кезде сезімді айта алмаймын, бір өз-өзімді жоғалтып қойдым. Ертесінен бірақ сездім, мен олимпиада жүлдем жоқ екен. Енді бір қатты ауырады ғой, көңілің солай болды. Ешкім ештеңе айтқан жоқпын. Интервью бермеймін деп айтқам, себебі не айтатынын білген жоқпын, неге ұтылып қалғанын өзім сезген жоқпын. Сол үшін ешкімге ештеңе айтқан жоқпын. Ертесіне өзімнің Instagram желімде қазақ елінен кешірім сұраған видеом таралып кетті. Сосын өзімде сол себепті өзім бір пост салдым, фотомды салдым, астына бәріне кешірім сұраймын. Менен енді маған үміт артқан адамдар, мені көретін, маған қолдау білдіретін адамдардан, жанкүйерлерімнен бір кешірім сұрадым. Содан соң қаншама адамдар шықты, саған біз қолдау білдіреміз, саған сыйлық жасайтынымыз бар деп. Енді ол сыйлықтарды да мен Қазақстанға күткен жоқпын, олай сыйлық жасайды деп. 3 машина көлік, бір емес, 3 көлік. Оған да осы 3 көлік берді деп жазғырып кеткендер көп, Абиба олимпиадада медаль алған жоқ, ол неге сонша 3 көлік беріңдер деп айтып жатқандар да бар. Осы нәрсені қалай қабылдадыңыз? Оларға не айтасыз сөйтіп жазған адамдарға? Не жауап берер едіңіз? Ол жазып жатқан адамдар маған берген жоқ, олар алып көрген жоқ. Сол үшін бір көре алмаушылық деп қабылдаймын оны. Мен ондай емеспін, біреу не алса да қуанам. Маған қызық емес, ол біреу не алады,
не беріп жатыр, алып жатыр ма, желініп жатыр ма, қызық емес енді бізде. Енді солай жазды маған көбісі, сен бір көлігіңді анаған бер, бір көлігіңді мынаған бер, сен неге аласың бәрін деп. Өздері олардан жинап алған ақша емес, халықтан жинаған жоқ, олар сбор ашып Абибаға машина әперейін деп. Олар жеке кәсіпкерлер, жеке қалталарынан беріп жатыр. Менің күресім ұнаған, оған дейін маған жанкүйер болған барлық жарыстарында солай берді. Енді Атырау облысының Infinity компаниясы берді. Ол да бір өз жеке кәсіпкер. Әкім берген жоқ оны. Ал BMX Street'і маған өзімнің клубым берді. Жеңіс клубым. Ол жерде мен капитанмын. Ал Кияситта бір депутат берді. Былай қарағанда ойлаймын енді осынша мысалы дзюдода Grand Slam турнирінен және әлем чемпионатынан алғашқы медаль алған қазақ қызсың, былай қарасаң. Бұған дейін Гүлжан Исанова алып жүрді, бірақ ол кезде турнирдің статусы басқаша болатын. Гран-при болатын, ол кезде әлі былай жолға қойылмаған. Одан кейін бізде олимпиадада қолаға күресіп ұтылған Шолпан Қалиева дейтін болды. Бейжің олимпиадасында одан кейін бізден қазақ қыздар шыққан жоқ енді. Жаңағы Галбадрах бар, әрине ол енді легионер, сондықтан мен оны көп тізімге қоса алмаймын. Мен ойлаймын енді, менің ойымша, осындай бір көлік алатында еңбегің бар сенің. Кім не айтса да, не жазса да, өйткені біз бүкіл жауапкершілікті сен сияқты осы қаршадай қазақ қыздарына жауып қойып, бәріміз қарап отырмыз ғой, не істейді Абиба дегендей да. Енді ондай пікір қоғам болған соң түрлі пікір болуы заңды. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, қазақ халқынан кешірім сұраймын деген видео тарап кетті деп. Бірақ көп адам жазып жатыр, сіз кешірім сұрауға міндетті емессіз. Бұл бірінші сіздің өзіңіздің еңбегіңіз, өзіңіздің спорттық мансабыңыздағы жетістігіңіз болып саналады ғой. Неге сіз сол сәтте кешірім сұрағыңыз келді, және спортшылар жалпы өз үшін күреседі, өз үшін олимпиадаға барады емес па? Сосын бәрі айтты, неге сен кешірім сұрайсың, неге сен кешірім сұрайсың. Халықтан кешірім сұрағаным, мен халықтан тек қана өзімнің жанкүйерлерімнен кешірім сұрадым деп қабылдаймын. Мен аса комментарий оқымаймын. Маған қызықты емес кімнің пікірі. Егер мен біреудің пікірімен жүретін болса, мен кезінде спорт қойып кететінен күреспей қоя салатын маған деген қарсылықтар болды. Мысалы, қыз баласын күйеу кетей деген сияқты. Жасың деген келе жатыр деп. Мен егер өзімнің бір сондай біреулердің сөзін тыңдайтын болсам, мен қазір Абиба болмайтын едім деп ойлаймын. Сол үшін кешірім сұраған жоқпын, біреу үшін күреспеймін, шынымен де өзім үшін күресемін. Алған медальдарымда өзім үшін қуанамын. Менен артық ешкім қуана алмайды сияқты, себебі өзім жеңісім ғой. Жеңілсем де менен артық ешкім қайғыра алмайды ол жеңіліске. Келесі кешірім сұрамаймын. Болды, осы дұрыс. Мен ше ойлаймын, бұл кешірім сұрау деген осы біздің халыққа бір кішкене біздің менталитетімізге сондай бір кішкене қандай десем болады, мүмкін бір толай артып қоятын нәрсеміз бар. Көп күтеміз, көп кеткен адамымыз үміт ақтамай қалса, соны бір жазалап кетеміз. Ол бір жағынан үлкен буллинг қой спортшыға. Жалпы ол спортта ғана емес, мысалы біреу бір қылмыс жасап қойса, бірден кешірім сұратып жатады ғой. Бұл деген, шынымен андай өзіміздің халықтың бір комплекс сияқты. Өзің кінәні біреуге артасың, және ол халықтан кешірім сұрау керек. Бірақ одан еш нәрсе өзгермейді. Бірақ содан рахаттанады да? Кешірім сұраған кезде. Сосын жаңағыдай жағымсыз пікірлер, негатив жазатын адамдар, олар мысалы спортшылардың артында тұрған еңбекті соншама жыл өткерген қиындықтарын сезбейді, білмейді да, сол үшін олар сондай нәрсе жаза береді. Өзім солай ойлаймын. Мен де мысалға Есей Жеңісұлы дейтін мықты спорт журналист бар, менің спорт журналистикасындағы ұстазым десем болады. Есей ағайдың айтқаны бар. Ол кісі бір рет велоспорттан Джиро де Италия жарысын өзі барып көріп келді да, Италияға барып. Джиро велоспортшылар үлкен қашықтықтарды бағындырады ғой. Сонда айтты, ақырыс деді, мен аналар дейді, бәріден тірі өлік болып өтеді деді ғой. Тірі өлік болып өтеді, келгендегі түрлерін көрсең дейді, қаншама километр, 300 километр, 267 көрсетіп тұрады, олимпиаданың өзінде мысалға ұзақ сағат, 6 сағат, 7 сағат жүріп қайтады да олар шығып. Ал біз дейді соны жып-жылы кабинетімізде кофемізді ішіп, шайымызды ішіп отырып, ой, анау ұтылып қалды, отты деп жаза берген бізге өте оңай екен ғой деді. Мен аналардың рингтен, мәреден солай өткенін көрінбейді. Үсті бастарын бәрі почет болған, олар енді өте қиын спорт қой, велоспорт. Спорттың бәрі қиын ғой. Сол сияқты дзюдода да мысалға мен кеше бәрінің жылап баратқандарын көрген өте қиын да. Бірақ мен бәрін жылағанына сондай жүрегім ауырды, көп спортшылардың қиналғанына. Бірақ мен Аба Утаға қиналған жоқпын.
Абиота. Иә. Өйткені меніңше оның жылауы ол өте жеңіске тойып кеткен қыз сияқты да. Бір кішкене бір менмендіктен жылаған сияқты да, мен осылай өзбек қызына ұтылып қалдым ба деген сияқты. Өйткені ол кісінің бір сұхбатын көріп қалдым, маған қай кездесулерің саған қиын болды десе, маған тек интервью беру ғана қиын деген сияқты бір қарсыласты бағаламау бар сияқты. Мен өзім солай қабылдадым. Енді ол жеңіл көрмеген, бұрын соң жеңілмеген, жеңілген тек қана Токио Гранд-сламда француз қызына ғана жеңілген. 16-шы жыл ма? Бір-ақ рет жеңілген, иә. Ол жеңіс көтере алмайды. Ол көтере алмаған үшін жылады. Ол жерде ол менсінбегендіктен емес. Сосын интервью берді ғой, маған тек қана интервью қиын деп. Себебі ол қарсыластарын минутқа жеткізбей жеңеді. Ол да бір сондай талант па, әлде оның қатты бір дайындық жүзінде өзімен қатты жұмыс жасағаны ма. Бірақ біздің дзюдо спорт енді Жапон елінен шыққаннан кейін олар мектеп кезінен бастап дзюдоны оқиды. Бізде барасында тренировка жасап келесің, дзюдоны үйретпейді ғой мектепте, олар да сондай сабақты дзюдоны оқиды. Мектеп бағдарламасында. Иә, ол сол үшін олар қатты дамыған, алда келе жатыр. Бірақ бұл осы Париж олимпиадасында олардың бір қатты жетістікке жеткен жоқ. Иә, кәдімгідей. Бұл біз үшін бір сенсация болды. Меніңше бұл сенсацияда есептеуге болады. Бір жағынан дзюдоның географиясы өте ауқымды ғой. Қазір кез келген елден жақсы шығып жатыр. Біріншіден, екіншіден дзюдоның құрылымын, әлемдік құрылымның жұмысын мен жоғары бағалаймын да. Олардың әлеуметтік желілері де, тікелей трансляциялары да, бүкіл сайттары да, бүкілі жаңарып тұрады. Бәрі өте жақсы жұмыс істейді. Енді жолға қойылған, мысалға, кейбір федерациялар туралы айтпайсың, мысалға, әлемдік, ең мықты әлемдік ұйымдарын бір деп білемін да, дзюдо федерациясының халықаралық. Содан кейін оларда географияда үлкен көп қатысады, спортшылар. Бір жарысқа қанша? Бір жарысқа 120 мемлекетте қатысады. Мысалға, әлем чемпионатына 110 мемлекет қатысады. Бізде қазір көп қатысатын үшін бізге мынандай шектеу қойылды. Кім рейтингте 100-ке кіреді, сол мемлекеттер ғана қатысады. Рейтингте өзі, мысалға, мен 100-ке кірмесем, мен қатыса алмаймын. Солай себебі бізде адам көбейіп кетеді. Бізде жарыс ұзаққа созылып кетеді. Өте қарқынды дамып жатқан спорт түрі, географиясы өте кең да. Бір салмақта 55-60 адам көрсетеді, мысалға. Массаған. Оңай емес. Олардың арасынан 3-ке кіру оның ішінде. Иә. Өте қиын. Соны бағаламайды. Соны бағаламайды жанкүйерлер. Абе жеңілген көтере алмай жылады дедіңіз ғой. Бірақ мен сол жерде сол сәтті көрген кезде, қараған кезде, керісінше эмоциясын көрсете алатын спортшыларға сондай бір сүйсініп таңдайға қараймын да. Мысалы, сіз барсыз, Елдос Сметов бар. Сондай спортшылар керісінше халықтың арасында, халықтың көзінде олар бір жаны бар, сондай бір жүрегі нәзік, сондай адам болып көрінеді. Сол үшін халықта есте сақтап қалады. Әрі жаңағы жылы сөздің, сыйлықтардың өзі адам болған үшін, оның тек бір спортшы болған үшін ғана емес, олардың ет пен сүйектен жаралған адам болған үшін беретін сияқты болып көрінеді. Иә, енді бақа ол да бар. Меніңше жаңағы не істегенім, олар андай тек қана жеңісте үйреніп қалғаннан кейін басқа нәрсені қабылдамайтындай бәрі кішкене бір не бар, эго бар сияқты оларда меніңше. Өйткені оның ағасы да чемпион болған кезде ашуланып, енді ол оңай өтті финалда қарсыласы, оның бір жас бразилиялық бала ғой, Ғосман жеңілген, иә. Ол бала көп көрмеген мен бразилиялықты. Сонда мысалға ағасының өзі, Хифоменің өзі бүйтіп жесттер жасап, бүйтіп көзі жылағысы келіп, қарындасы трибунада жылағысы келіп, бір-бірлеріне сен ұтылып едің, мен сен есеңді қайтардым деген сияқты бір не бар да. Меніңше мүмкін чемпиондық рух шығар оларда сондай. Бізде эмоционалдық бізде көп спортшыларда. Біреулер сақтап қалатын шығар эмоцияларын. Бірақ мен қуанғанда да, мен қатты эмоция көрсетемін, ұтылғанда да. Маған жазып біреу, сен жылап машина алып алдың. Менің оған дейін жеңілген жарысымды көрсем, мысалға Дохада әлем чемпионатында 3-ші орынға жеңіліп қалдым, мен сол кезде қалай жыладым. Сол кезде видеолар таралып кетті. Мен тек қана олимпиадада емес, мен сондай адаммын, эмоциональный. Мен ұтқан кезде сразу туыма, сердце көрсетемін олай. Сондаймын мен, тез қуанам, тез көрсетемін эмоциямды. Ұстап қала алмаймын, себебі мен сондай адаммын. Тек көрсетіп тастаймын. Біз эмоциясын көп көрсетпейтін Рыбакина ғана сияқты ғой. Өте теннис сондай қиын спорт түрі бола, эмоциясын мүлде көрсетпейді Рыбакина, да? Ондай өз-өзін ұстай алатын шығар, иә. Или солай қалыптасқан. Спорт маған эмоциямен қызық. Спорт эмоциямен қызық. Мен өзім солай бұрыннан сол олимпиадаларды, олимпиадалық спорт түрлерін қатты жақсы көріп кетуіме, сол спортшылардың телевизорда көрсеткен эмоциялары мен қызықтырды қатты да. Енді Абиба, қазір енді әлем чемпионатынан жүлде алдың, мысалға да, ең алғаш қазақ қызсың, әлем чемпионатынан жүлде алған, Гранд Слэм турнирлерінен жүлде алған ең алғаш қазақ қызсың. Бұндай
ең алғаш түрен салған өзің ғой, ол қуантады. Сен қаншама адамға үлгі болдың да, мысалы қазір қаншама жастар барады. Енді сенің жолыңды көп ешкім біле бермейді ғой, сен бұл жолға жету үшін. Мысалы, әшейін Қазақстанның ішінде жүріп, бір ұлттық құрамаға ілігу, нөмірі 1 болу оңай емес та. Ал сен көрші мемлекеттен келіп, бәрін бұзып жарып кірдің да. Вот сол жолың қалай болды сенің? Ташкентте бастағам, спортты, дзюдоны Ташкентте бастағам. Ташкентте білмеймін, мен чемпионат кадеттер арасында болды, жастар арасында мен 4 рет ұтқам. Мен жастар арасында 1 рет ұтқам. Мен бірақ бірде бір жарысқа шығармаған шетелге. Оны сіз жиі айтып жүрсіз, иә? Себебі ол кезде может ақша болған жоқ, оларды алып шығатын, әлде мен алып шыққысы келген жоқ па? Білмеймін, енді мен паспортымда, енді куәлігімде қазақ деп жазылып тұрғаннан кейін ба. Бірақ ол кезде қатты бір қазаққа да ұқсай қойған жоқпын ғой мен. Олар мені ажырататындай. Түрімде қазаққа қатты келмейді. Білмеймін, мен алып шыққан жоқ, себебі мен ойлаймын, ақша болған жоқ біздің облыста. Мен Ташкент облысынан күрестім. Сосын айттым, мен ауысамын. 11-ші анам шешті шешімді, онда сен Қазақстаннан күресесің. Мен уже 8-ші сыныпта оқимын. Мен қоймаймын спортты дегеннен кейін ауыстыруға тура келді. Енді Қазақстанда үйіміз жоқ, біз қайда барып тұрамыз. Өзбекстанда үйіміз сататын болсақ, Ташкенттегі біз Қазақстанда үй аламайды екенбіз. Біз ойлаған жоқпыз. Ақша Қазақстанда қатты қымбат тұрады екен деп, иә. Енді Өзбекстанда үйлер Қазақстандағыдай тұрмайды. Одан арзан. 2 есе арзан тұрады. Иә, солай үй алған жоқпыз біз Қазақстаннан. Сөйтіп, Қазақ үйіне 1+1 квартиранта келдіңіздер ма? Иә, сосын Шымкентте оқыдым мектепте. Сол жақтан бастадым. Өзің келдің бе, әлде бірімен еріп келдің? Әпкеммен бірге келдік. Әпкем оқуға түсті. Шымкентке, мен де Шымкентте мектепте жалғастырдым. Шымкентте де мен алып шыққан жоқ. Жарысқа мүлде? Жарысқа мүлдем алып шыққан жоқ, себебі мен документ болған жоқ. Құжатыңыз, иә? Құжат, себебі Қазақстаннан, Өзбекстаннан Қазақстанға ауысу үшін мен күту керек екенмін. 18-де толмағанмын ол кезде. Әке шешем де өту керек. Егер мен мамам мен папам өтпесе, маған бере алмайды, себебі кәмелет жасқа толмағанмын. Заң бойынша жалғыз өте алмаймын. Енді әпкеме тапсырып қойдық, маған тапсыра алмадық. 17 жастамын, мен күту керекпін 18 жас. Толық жат алу үшін. Иә, енді 18 жасқа дейін сосын жарысқа шықпай, жаттығу жасай бердім. Сосын мен кетіп қалдым Өзбекстанға қайтадан. Сол жақта күресіп келемін, жарысқа барып. Екі ортада жүрдің ғой былай. Иә, мына жақта мектепте оқимын, ана жаққа жарысқа күресіп келемін. Сосын 18 жасымда Алматыға оқуға түстім, Республикалық спорт колледжге. Сол жерге түстім. Сол ноябрлерде бір жылдың соңында алдым документті. Сол кезде қуанышың? Иә, мен қанша жылымды жеп қойды, 2 жылымды. 2 жыл спортта 2 жылың босқа кетіп қалды, иә? Мен егер де сол жерде шыққанымда, мен жастар арасында мен алатын шығармын. Егер сен 16-17 жасыңда толық жатың болып бәрі дұрысталып кеткенде, мүмкін сен жетістіктерге бұдан бұрын да жетіп қалар ма едің, иә? Мүмкін олимпиадаға ертерек барар ма едің, иә? Сонда енді ой болады. Мен 2020 жылы олимпиадаға барғым келді қатты. Бізде карантин болып қалған білген жоқпыз, біз жарыстар бізде тоқталып қалды. Біз рейтинг жинай алмадық. Бұрынғы рейтингтегілер ғана барды, ол кезде біз жарысқа шықпадық. Солай енді Алматыға түстім. Алматыға түстім де, Алматыда оқып бастап, жарыстарда осы жерге шыға бастадым. Мен тек қана Қазақстан ішіне шықтым. Мен әлем чемпионатына бардым 2017 жылы жастар арасында. 48 килограммға қойған жоқ мені, 44-ке қууға мәжбүр болдым. Жастар арасында мені Қален Қалиұлы деген тренер, Қызылорда облысының бапкері. Иә, сол бапкер мені бірде-бір жарыстан қалдырған жоқ. Жастар арасында. Бүкіл жарысқа. Иә, 2016-ға дейін ғана ол болды. 2016-тен ол кетіп қалды. Европа кубокта алғаш рет мен Пакс Венгрия қаласында 3-ші орын алдым. Сол кезде Дарья Белодецқа ұтылатын болатын. Дарья Белодецпен кездескенсің, иә? 2016 жылы. Сонда жартылай финалда ұтылдың. Жартылай финалда біз ескертумен ұтылып қалдым, 4 ескертумен. Енді оның бойы аласа менен былай жоғары захват алып мені сүйреп тастады. Мен оған бой ұзын шығарсың, иә? Мен жоғары захватпен екеуміздің күресіміз дұрыс келмейді бір-бірімізге. Ескертумен ұтылып қалдым. Сол кезде Қален ағай мені бір 4 жарысқа алып барды. Алғаш рет Азия чемпионатына қатыстым, жастар арасында 2-ші орын алдым. Содан соң ол ауысып кетті ерлер құрамасына. Мен бірде-бір Европа кубогына барған жоқпын 2017 жылы. Ешқандай жарысқа? Ешқандай жарысқа. Шетелдік? Сол әлем чемпионатына 44 килограммға мен қудым, 44 килограмма бардым. Сосын мен 44-ке барып 2-ші орын алдым. Ол кезде мен ешкім күткен жоқ. Мен себебі қатты салмақ қудым, иә. Өзі арықпын, мен 44 килограммға қудым. Қанша күштен айырыласыз, иә? Бірақ білмеймін, мен 44 килограмм күрескенде мен мүлдем шаршаған жоқпын. Мен мүлдем қарсыластарымды сезген жоқпын. Мүмкін сіздің қанша уақыт жарыстан қалып қойғаныңыз, бір жеңіске, татамиде бір күресуге бір аш болып келген шығарсыз, сондай мүмкін. Мүмкін маған бұйырған шығар, бап шапқан шығар, мен шаршаған жоқпын. Тек қана бұл финалдық кездесуде мен өз қателігіммен
бізде асикоми дейді, жерде жатып күрес. Сол кезде мен жеңіліп қалдым жапон қызына. Оған дейінгі қарсыластардың бәрін ұттым. Сол кезде қатты қуандым, өзіме ырза болдым. Сонша жыл емес, сонша ай салмақ қудым мен. 2 айдай салмақ қудым, 44-ке соны бір ақтадым деген сияқты. Қаншама уақыт көлеңкеде жүрдің? Тамақ жемедім. Тамақ жемедім. Қатты арық болып кеттім. Сосын менің күресімді көрген қыздар маған жаза бастады. Құлағынан басқа еш жерін көрген жоқ, татамиға қашып баратқанды деп. Салмақ қуған соншалық, иә. Бірақ сол үшін мен 2-ші орын алдым сол жерде. Содан соң жеңіле бастадым жарыстарда. Енді жарыстарда Қазақстан ішінде 44-тен 48-ге қайтадан салмақ жинау керекпін мен. 2017 жылы Қазақстан чемпионатында жеңіліп қаламын ересектер арасында. Содан соң мүлдем жарысқа шықпай 2018 жылғы чемпионат Қазақстанда ұтамын деп дайындалдым. Сол кезде чемпион Қазақстан болдым. Чемпион Қазақстан болдым, сосын мен бір жарысқа қойды, иығым шығып кетті, сонымен тағы да қалып кеттім. Қандай, бізге біз қазір Абибаны Олимпиадада күрес жүрген, әлем чемпионатында, әлемдік гранд-слэмде күрес жүрген Абибаны білеміз, ал осы жолға жету үшін қаншама үзілістер, қаншама жарақаттар, қаншама жүйкеге кеткен, былай қарасаңыз, Сондықтан да көрермендер спортшы болу оңай емес. Сондықтан да көрермендер спортшыларды оңды-солды сынай беруге болмайды. Нұрбол ағай, басында бір айтқаныңыз бар. Нұрбол ағай, сіздің жеке бапкеріңіз басында сізді ақысы келіпті, Мен себебі тест тапсырған жоқпын, енді колледжге түсетін кезде алдын ала тест тапсырасың, нелерден өтесің, мен оған үлгерген жоқпын. Сол үшін алмаймын деген енді. Мен басқа біреудің орнына мен кіру керекпін да. Енді біреуді алып тастайды да, мен кіргізеді. Енді оңған да болмайды олай істеуге. Себебі ол бала өзі өтті, тест тапсырды, келді сол жақтан. Сосын бір Алматыда тұратын баланы үйінен қатынайтын істеді, үйіне барып келетін, ал мені жатақханаға жатқызатындай қылып жасап берді. Себебі Алматыда үй бар ол баланы, келуге оңай. А мен үйім жоқ Алматыда, мен жату керекпін. Солай баста бір ай маған жақтырмай жүрген мен. Нұрбол ағай ма? Иә. Сосын жақтыратын, ең жақсы көретін бір өзінің оқушысы ретінде ауысып кетті екеуміздің рөліміз. Рөлдеріңіз, да? Мен әліге дейін қатты жақсы көреді. Ол енді көреді ғой, жаттығу жасап жатқанда мына қыз еңбектенеді, бұл жеткісі келеді деген сияқты жаттықтырушылар көреді сырт жақтан. Солай көрінген сияқты мені қатты бір жеңгім келетін. Сосын маған әліге дейін сен өз-өзіңе сенбейсің, кейде мықты екеніңді білмейсің деп ұрсады. Ұтылып қалған қарсыластарымның арасында айтады. Енді шамалы мінезі қаталдау, білесіз. Білемін. Ағай мінезі қаталдау, иә. Бір сұрайын дегенім, жаңа колледжде туралы айтып кеттің ғой, енді спортшының жалпы мектептегі өмірі қалай өтеді? Көп спортшы үшін бір мектепте выпускной мектеп бітіру кеші дегендерді көрдің бе мысалға? Соңғы қоңырау, алғашқы қоңырау есіңде ме? Жалпы спортта жүрген адам үшін ол мектептегі өмір, мектептегі балалық шақ бола ма өзі? Енді бізде болмайды мектепте балалық шақ. Жарыстарда жүреміз, оқу-жаттығу жиындарында. Колледжді бітіргенде де дипломды өзім бар баламадым. Университетті бітіргенде де дипломды өзім бар баламадым. Менде уақыт болған жоқ. Сол кездерде бізде майларда жарыстар болады. Майдың 25-теріне таяу тұрады, жарысқа барасың. Ешқандай неге қатысқан жоқпын. Өз-өзімді дипломды бар алған жоқпын. Мектеп бітіруге? Оған да қатысқан жоқпын. Өзбекстанда қатыстым, 9-шы сынып бітіргенде. Бізде 9-ға дейін мектеп, уже 11-ге дейін емес. Сол кезде барғам. Выпускной болады кешке ұйымдастырып. Сол кезде ана барғам, иә. Одан кейін әлі бір ретте барып көрген жоқпын. Қазақстанға келген соң мектеп оқыған жоқсың? Оқыдым, Шымкентте барған жоқпын мен, болған жоқпын. Жарыста болдым. Сосын РКС-ке кірдім, РКС-ке. Ол жерде барған жоқпын. РКС деген республикалық спорт колледжін қысқартып айтылған. Республикалық спорт колледж. Әл-Фарабиде қазір оқып жатырмын, университетте ұлттық. Біздің Казгуда. Оған да барған жоқпын. Екінші мамандықта оқып жатырмын. Қазір юристпін мен. Оған дейін спортымды бітіргем, өзіме керек мамандық. Заңгерлік қосымша бәрі қазір бітірем майда заңгерлікті. Заңгерлікті, да. Оған қызығушылық бар ма жалпы заңгер болуға? Енді мен бұйыртса қазір өзім ұлттық ұланда динамодамын. Оған не керек? Заңгерлік керек, иә, білім. Енді экзамендердің бәрін өзім тапсырам, тест бәрін. Ауызша, жазбаша бәрін. Енді мен де сезініп көрейін десе, студенттік қобалжу қалай болады? Спортшылар қалай қобалжиды? Сірә бастан өткер жүрсің ғой. Арасында барып тұрам сабаққа. Бірақ сұранам олардан көбінесе жарыста. Апайларың не деп айтады, жібереді ма? Кейде ұрсады маған. Спорт сабақта да оқу керек деп. Сосын айтам, олимпиадаға дейін мазаламай тұрыңыздар, бірақ олимпиадаға кетуге бір апта қалғанда мен экзамен тапсырдым 4 сабақтан. Париждің алдында ма?
Босаған жоқ олар. Мен босатпады. Экзамен тапсыру керексің, иә. Анан кеше Европа чемпионатында Испания құрамасының жас ойыншылары да сөйтіп жарыс кезінде экзамен тапсырып жүрді ғой. Тура сол сияқты болған Иә, сол олимпиадаларда экзамен тапсырдым. Қандай қызық. Дұрыс, иә, сабақпен, спортпен әр нәрсені де баланс ұстауға болады деп ойлаймын да. Соны қазір тапсаң бәрібір көресің. Тапсаң, аха. Спортшыға оқу қаншалықты маңызды? Сіз мектепте қалай оқыдыңыз сабақты? Әлде спортта енді білім керек, білімсіз адам күресе алмайды ғой бәрібір. Татамида да тез ойлану керек деген сияқты. Енді шындығын айтсам, 7-ші сыныпқа дейін ғана бір үздік оқыдым деп айта алмаймын, бір 70%, бір 70%-ға жақсы оқығам. 7-ші сыныпқа дейін, иә. 7-ші сыныпта ақылым кіре бастаған кезде, маған спорт керек екен ғой дедім да, оқуды тастап кеттім, спортқа кетіп қалдым. Енді ол кезде енді анам мектепте орыс тілден сабақ береді. Менің сабақтарым жабуға шамалы көмектеседі. Енді мен шаршаймын. Бәріне қатысам, мен күреске де қатысам, мен бар баскетболға да қатысам. Сол мамам шамалы көмектеседі. Колледжге түскенде оқыған жоқпын. Себебі тек қана жарыстарда жүрдім. Университетке түскенде мен 1-2 жылдай мен сабаққа барып жүрдім. Себебі Алматыда оқу жаттығу жиындары Алматыда болады, көп босатады арасында мен барам. Барып оқып, апайлармен танысып солай. Аптасына бір 4 рет, 5 рет барып жүрдім сабаққа. 7-6-сына 6 рет емес, енді аптасына 6 рет емес. Бір айда бір 15 күн баратын жүремін, 15 күн бармаймын, солай барып жүргем. Қатты оқыған жоқпын сабақты. Қазір алтыншыны үйреніп жүрмін. Алтыншыдан қалай болып отыр? Әлі үйреніп жүрмін, әлі бір 0-ден кетемін. Бірақ жаттап жүрмін сөздерді. Жалпы осы жарыстарға барғанда шетелдік қарсыластарыңмен байланысу үшін өте керек қой енді ағылшын тілі. Құрбыларым бар мен, шетелдік. Айтпақшы, өзің салмағыңда және жалпы әлемдік дзюдошы қыздардың арасында кімдермен жақсы араласып тұрасың? Енді 63 келі салмақта күресетін Венесуэлка подружкам бар, 57-де грузинка бар. 52-де Испания. Сосын 52-де Кипр. Сондай қыздар. Ал өз салмағыңды? Өз салмағымда жоқ айна. Мен өз салмағымда қыздармен дос болмаймын. Не үшін? Қазақстанда да ма? Қазақстанда да, шетелде де дос болмаймын. Сондай принцип десең де ойнамайтам, мен араласа алмаймын. Өзім қарсыластарыммен. Басқа салмақпен, басқа салмақ. Мен есіме гүл деген сияқты. Мен 48, ол 63. Мен 52-де де құрбым барым, Әбеуі Толғанай деген сияқты. Әбеуі Толғанай, иә. Мен өзім қарсыластарыммен құрбы боламаймын. Енді кішкентай қыздар бар шығар, өзіміздің бір жерлесім, мысалы Атырау қыздарына мен үйрете аламын. Бұлақ құрбы емеспін. Олар кішкентай ғой, менен құрбы болмайды есептеймін. Оларға сен әпке ретінде? Өз білгендерім үйретемін. Аға буын ретінде? Барлығына бірдей қараймын, енді өзімнің жақын достарыммен басқаша араласам деген сияқты. Түсінікті. Ал ұлттық құрама ер адамдардың ішінде достарың бар ма? Ерлер құрамасының ішінде? Иә, ерлер құрамасының Шарханмен жақсы сөйлесемін. Шархан жақында үйленді, иә? Бақытты бол, Шархан. Өте қуаныштымын сен үшін. Шарханмен жақсы сөйлесемін. Бар негіз көп менде. Данияр Жамшаевпен, Жұбаназармен. Біз көп жүріп қойдық бірге, сборларда бірге көп жүрдік. Мен ұлттық құрамада танымайтын адамдармен жақсы араласам. Мысалға, Мерей Махамбетпен жақсы сөйлесем. Асқар Нарқұлов, Нұрқанат мен братишкам жақсы сөйлесем. Серікбаев па? Асқар Нарқұлов мен бір залда күрескен ғой, Өзбекстанда, иә? Бір залда, бір тренерде болғамыз екеуміз. Көп негіз балдар. Жақын сөйлесетім, Шархан ғой сол. Бәрдің маған айтады. Шарханмен кәдімгі сұрақтап сөйлесе бересің бе? Иә, Шарханмен. Шархан үйленді. Ол қыз да бұрын күрескен. Келіншегі, иә? Кейде келіншегі менен қызғаныпты. Ойланды, қызғанбайды. Шарханмен әпше деп шақырады. Әпше деп шақырады. Бір тойына бармамен номерімізді өшіріп тастайсыз деп жазып жіберді. Тойына бара алмадым, себебі аяғым ауырды, мен жүре алмадым. Тобығымды артып алдым жарыста. Шархан тойын Инстаграмнан көрдім. Біраз спортшылар барған. Елдос той берді өткенде. Елдос ағайын тойына да барамын. Енді айттым, звондады маған, кел, сен тойға келесің ба деп. Мен айттым, жарысқа баратырмын. Не үшін керек саған ол жарыс, жарақаттарын емде деген сияқты. Енді Ғұсман Қырғызбаевпен Елдос Сметов, Жансай Смағұловтармен жақсы сөйлесем. Енді олар ағам ретінде. Аға буын, иә. Жансай, Ғұсман, елдостардың буындары да уже өтіп бара жатыр, иә, күрестегі, иә. Қазір енді елдостарда енді бір не қалған шығар мысалға, иә, бір енді уже олардың да спорттағы мансабы аяқталып келе жатыр, жастар келе жатыр дегендей. Жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, Шархан әйелі ол да спортшы болған деген сияқты. Көп дзюдошылардың арасында да сол дзюдода жүрген спортшылармен үйленіп отбасын құрып жатады.
сіздің көп сондай сіздің қиялыңызда немесе ойыңызда бір менің болашақ жарым осындай болса екен деген сияқты бір ой тұра ма? Спортшы ғана жақын түсінеді деп ойлаймын. Бір жағынан спортшы болса екен деп ойлаймын жарым, себебі мені біледі, мен қазір жаттығудамын, мен сөйлесе алмаймын, мен оған уақыт бөле алмаймын, салмақ қуып жатырмын, мен ашулы боламын, тамақ ішпеймін. Сол үшін бір жағынан спортшы болса екен деп ойлағам. Мен спортшы баламен сөйлесіп көргем, сосын болмай қалды. Сосын басқа спортшы баламен сөйлесіп көрейін деп ойладым. Сонымен спортшы балалар естіңіздер ғой. Абиба сияқты спортшының осындай талаптары бар. Спортшыларға түсінеді. Енді көбінесе мысалға қай салада жүрсе, бір-бірімен араласып, бір-біріне үйленеді ғой. Бізде де сондай дзюдо саласында жүрдік, спортта. Үйленгендер көп мысалға. Шархан үйленіп жатыр. Данияр Шамшаев күресетін қыз алған. Самбо спортынан күрескен. Мысалға Ақмарал Науатбектің күйеуі де Мәди Амангелді. Камила Берліқаштың күйеуі де дзюдо ислам. Сол сияқты мысалы бізде көп. Негізі спортшының жанын спортшы түсінеді дейтін рас негізі. Өйткені мысалы жаңағыдай Осман Қырғызбаевтың әйелі спортшы. Жансая. Таэквондо ма, карате ма сондаймен айналысқан. Яғни спортшылар таңдауы заңды сияқты негізі. Өйткені шынымен де біріншіден түсінеді, екіншіден расында да мысалы жаңағыдай Абиба салмақ тастап ашуланып жатқан кезде мен мазаламайды. Ішкі кухняны түсінеді бір-бірлерінің мысалы спорттың. Жеңіліп қалғанымда қалай қолдау білдіретінін біледі. Маған исламның қалай қолдау білдіретінін ұнайды Камилаға. Қалай қолдау көрсетеді? Сол спортшылар қатты сезеді, қолдау білдіреді. Сол үшін спортшы, бір жағынан ойлаймын, спортшы может жақсы деп. Мен мысалға жақсы бір оқыған баламен сөйлесе алмаймын ғой. Сабақ туралы не сөйлесем? Яғни сондай бұйырса жақсы спортшы жолықсын саған өзің сияқты. Добрый. Тілектеспіз, мейірімді. Жалпы өзің жігіттерге қоятын талабың бар ма? Спортшы болудан бөлек? Спортшы болудан бөлек? Маған бой ұзындау, енді ақылды, спортта да бар негізі ақылды балдаршы. Ақылды бала, бой ұзын, енді өзіне бір сенімді сондай. Еңбекқор, ашық көңіл дейді ғой, сондай ашық сондай. Енді бәрімен сөйлесіп кете беретінбіз, енді шамалы тұйықты, серьезный лапындайды. Дұрыс. Жалпы енді өзіңді болашақта мысалға әйел ретінде, өзің келін ретінде өзіңді қандай деп елестетесің? Мен көп сөйлейтін тамақ пісіре алмаймын деп. Негізі тамақ жасай аламын, бірақ уже жасамай айтайын 5 жыл болды. 5 жылдан көп болды деп. 9 жыл болды, точно 9 жыл. Мен РКС-ке түскенде оқуға, бізде интернатта бізде тегін тамақ береді. Университетке түскенде мен квартирада тұрдым, қыздармен олар жасап тұр тамақты. Мен жаттығудан кеш келетін болдым. Қазір енді анашым жасайды, мен жасамаймын. 9 жыл болды, мен тамақ жасаған жоқпын. Ұмытып қалған шығармын. Бірақ негізі жақсы көретін тамағың палау екенін естігенмін, IGF-ке берген. Палау жақсы көремін. Қазақстанға келгенде көбінесе өзіміздің тамақтарды жегім келеді, себебі біз шетелдерде фастфуд жейміз ғой енді, себебі оларда андай тамақтарды білмейсің не қосатынын. Шошқа қосуы мүмкін, сол сияқты онда көп жемейміз. Фастфуд жейміз, енді курицамен, тауық етімен жеймін. Ата-анаң көшіп келді ма осында? Қазір менімен бірге Алматыда тұрады. Қанша уақыт болды көшіп келгеніне? Біз 1 жылдан асты, 1,5 жыл болды деймін. Алматыдан пәтер алдың, Ипотекам жаптым. Ипотекам жаптым. Қандай күшті. Жауап берді жеңіс клуб. Жауап беруге тұратындай адамсың деп ойлаймын енді. Жеңіс клуб осы жылы әлем чемпионатына 3-ші орын алған кезде ипотекам жауап берді. Рахмет жеңіс клубына. Негізі әрбір спортта осындай қолдаушылар болған дұрыс деп ойлаймын. Боксшылардың да қазір қолдауы жақсы, дзюдошылар бізде қатты танып келе жатыр, Негізі дзюдо әлемде өте бір күрес түрлерінің ішінде ең бір мәдениетті, бір әйбат түрі ғой, былай айтқан кезде, Алматы облысынша айтқанда да. Сондықтан бұндай нәрселер керек деп ойлаймын. Мысалға Абиба бүкіл жастығын, бүкіл мектеп балалық шағын, өзінің бос уақытын, қыдырып жүретін кездерін бәрін құрбан етіп, спортта жүр, бүкіл Қазақстанның намысын қорғап жүр. Сондықтан неге жауап бермеске? Неге ондай қыз ипотека төлеп жүру керек мысалғашы? Өте дұрыс шешім.
Енді мына қоғамдық өмірге бір көзқарасыңды білейін дегем. Осы енді бәріміз қоғам бөлшегі болғаннан кейін болып жатқан оқиғалардан өзіміз алшақ ұстай алмаймыз ғой. Не нәрсеге де біздің өзіндік пікіріміз болады, бәрі әсер етеді. Оның үстіне қазір әлеуметтік желі өте қатты дамығаннан кейін күнде алдымыздан бірдеңе шығып жатады. Кейбір кішкентай істердің өзі үлкен болып көрініп жатады дегендей да. Өзіңді осы соңғы кезде қандай оқиғалар алаңдатты, немесе қандай оқиғаларға қуандың, мысалға елімізде болып жатқан жайттардан? Енді қатты алаңдатқан сол бір Талғарда бір баланы енді анасын көзінше өлтіріп кеткен, енді соған бір қатты алаңдадым, уайымдадым. Соның соты адал өтсе екен деген бір ойда болдым. Енді біз ондайға араласа алмаймыз, біз спортшымыз, енді оның үстінен қарайтын басқа біреулер бар деген сияқты, бірақ қандай интернет желісінде сол видео көп таралып кетті. Қалай көрмей өтіп кетесің мысалға, соны көргенде қатты бір уайымдадым. Сол енді қуанатын Шерзат өлімі, иә. Енді сол жылдары, осы жылдар көп жас балдар. Әскерде қайтыс болып жатыр көп. Иә, әскерде. Енді оны біз араласа алмаймыз. Дұрыс жағынан қарап, енді көмектесетін жандар болса, соны дұрыс жағынан ата-анасына обал деп ойлаймын. Себебі жақында құрбым жол апатынан қайтыс болды ғой, менің өзім жақын құрбым. Иә, сол кезде енді сол жерге бардым, енді ата-анасынан ауыр, енді өсіп келе жатқан 26 жастағы қыз жол апатынан қайтыс болған, ол ата-анасына ауыр да. Мен сол үшін сезіп тұрмын, ол балдардың да ата-анасына ауыр деген сияқты. Сол 4 адам тірі қалған, менің құрбым ғана қайтыс болды мысалға. Өте қиын жағдай. Жарыстың алдында мен Азиатке игрға бара жатырмын, Азия ойындарына. Соның алдында қайтыс болды. 2023 жылы, иә? 23 жылы, иә. Бір жыл болды, бір жылдығы өтті алдындасы. Онда жарыстың алдында сондай қайғылы оқиғаны бастан кешіру де оңай емес қой? Иә. Мысалға кеше қасында жүр, мен ойлаймын, ол бір жерлерге кетті жарысқа. Солай баста қабылдадым. Келеді ғой қайттан деген сияқты. Енді ол да спортшы ма? Иә, спортшы. Енді қазір ол бапкерлік мамандығын таңдап кетті. Балдармен жұмыс жасап жатқан кішкентай балдарын. Бір қатты жақсы көретін өзінің балдарынша, өзі бір туып алғандай, сонынша өзінің туған баласындай. Солай жақсы көріп дайындады. Қазірге дейін оны соның балдары әліге дейін жақсы көреді. Сол Тоғжан апайымның арманын орындап, мен олимпийский чемпион болам деген балдарды мен сол жердегі естідім, көрдім. Сол жастай бір өмірден озғаны маған ауыр дейді. Сырласым бір көмектеседі. Осы ипотека үй алғанда сол маған көмектескен. Мен документке жүгіріп, анда жүгіріп, мұнда жүгіріп, мен болған жоқпын Алматыда. Сол үлесім қосып кетті, иә. Сол үйде мен осы естелікке сол құрбым ретінде есептеймін. Қандай қиын жағдай әрине. Тағы бір сұрайын дегенім, ал жаңағы спортшыларды, осы негізі спортшыларды үлкен құрал ретінде де пайдаланады ғой, былай қарасаңыз да, сіздерге мысалға жай қарапайым нәрседен жоғары билік өкілдеріне дейін сіздер мысалға кейбір адамдар, ағаларыңыз, бір жаңағы демеушілер, я болмаса қарапайым бір адамдардың өзі өтініш көп жасауы мүмкін. Әшейін бір тұсау кесіп берші деген сияқты нәрселер. Одан бөлек сіздерді бір үгіт насихатқа, сайлау кезінде, қандай да бір қоғамдық саяси шаралар кезінде сіздерді қолданады бәрібір ше, спортшылар шақырады, кеше АЭС салуға қатысты, иә? Сондай сияқты ұсыныстарды қабылдайсыз ба? Жоқ. Мен өкіметтің маған мынандай істе деген сөздерге, өкіметке, мен саясатқа мен араласа алмаймын, себебі мен спортшымын, оны білмеймін. Ол жақта не болған, көбінесе жоқ деп жауап беремін. Қандай ұсыныстар түсті сізге? Тұсау кесу деген көп түседі маған. Тұсау кесіп бер, мысалға бір үлкен бір зал ашылып жатса, спорт кешенін мен ашып бере аламын. Себебі спортта бұйыртса осындай чемпиондар шықсын деген сияқты, бізде қазақ ырымдап қалған халықпыз ғой, ашып бере аламын. Бірақ анандайларға қатыса алмаймын, мысалға бірдеңе салынып жатыр екен, дауыс бер, андай мұндайға қатыса алмаймын. Одан өзің саналы түрде бас тарттың? Иә, саналы түрде өзім бас тарттым. Олар бір неге деп сұрамай ма? Немесе сізге бір жолыңызға тұру деген сияқты нәрселер болмай ма? Әзірге тұрған жоқ, себебі спортшымын, уақытым жоқ деген сияқты. Салмақ қуып жатқанда, еліміздің тәуелсіздігі, сондай мерекелер болса, мен қалай қатыспаймын, иә. Ондайлық қатыса аламын. Қала күні андай-мұндай болса, енді бір қатты саясатқа кіре алмаймын. Ондай саясатқа, мен спортшымын, мен ондайды білмеймін, сол сияқты қатты кіре алмаймын. Сол үшін жоқ деп айтамын. Айва, осы Елдос Сметов біздің спорттағы, дзюдодағы аңыз ғой, енді Қазақстанда, әлемде де Елдосты қатты жақсы көреді жанкүйерлер, иә, оның әдістері, оның жаңағы импровизациясы, жасайтын татамиде. Осы Елдостың жолы да өте қиын болды, десе де 3 олимпиададан медаль алу, оның ішінде алтынды алу, иә. Енді мен ойладым, күміс алды, Токиода қола болды. Төмендеді ғой, төмендегеннен кейін адам ары қарай спортты қойып кете ма деп ойлайсың ғой. Жоқ, ол қайтадан келіп
алтын алу да, ол үшін қандай рух, ерік жігер керек қой енді. Өзің жалпы осы Елдос Сметовпен бір заманда бір құрамада күресіп жүрсің ғой қазір да. Елдосқа қарап не ойлайсыз? Оның біз білмейтін қалай дайындалатынын көресіз ғой мысалға. Сіз үшін қандай спортшы Сметов? Мен үшін Сметов бір үлгі алатындай спортшы. Себебі мен ол үйретеді, қателіктерін туралы үйретеді, жарыстың алдында мысалға маған қолдау білдіреді. Ұту керексің, давай характерін қос деген сияқты. Ол мен үшін бір қасымда жүрген, маған бір таза бір не деп айталам. Мысалға мен содан үйренем. Енді ол менен үлкен, ол мен ағам сияқты. Сол үшін практика дейді, таза практика біздің қасымызда жүр. Сол неге біз бағалап, содан білген, оның білген заттарын үйреніп болмасқа. Бізде оның қазірде күресіп жүргені бізге керек. Себебі біз одан үйренетін тек қана мен емес, жастар одан үйрететін өте көп. Біздің қасымызда қазір спортты қойып кетпей, бізбен күресіп, білгенін біздің жастарға үйретіп кетсе, мысалы, біреулер сондай адамдарды шетелден тартып алады. Біздің қасымызда жүр, өзіміздің жүр, қазақша сөйлейді. Қалай оны біз қасымызда алып жүрмеске. Бізбен жарысқа қатыспаса да бізбен барып, бізге қолдау білдірген бізге өте қатты қажет. Дзюдошылар неге жақсы қолдайсыздар бір-бірлерін? Бізде бір семьямыз біз. Бізде ауызбіршілік деген, бір-бірімізге командалық деген қатты. Командалық рух. Дзюдо тәрбиеге, достыққа қатты маңызды ғой сол үшін. Мен оны бір аңыз адам деп айта аламын, Елдос Сметовті. Ол айтты, мен алтын алу керекпін. Мен сол жерде алтын алып беру керекпін, алтын аламын. Ол соның өзінің бір мінезі, сондай жақтарын, өзіме алғандарым бар. Ағайдан үйренгендерім. Мысалға сол олимпиадалық циклды Елдос былай айтқанда бұрынғы бабында мықты жүрген жас кезіндегіден әлдеқайда төмен өткізді, иә? Мысалға 2022-де әлем чемпионатынан қол алды. Содан кейін 66 келіге ауысып көрді болмады, иә? Сосын көп жүлде алған жоқ бұрынғыдай. Сосын ғой жаңа прикидка дау туындаған, рейтингте төмендегесінші. Сөйте тұра олимпиададан алтын алып кету үшін қандай болу керек деймін да? Прикидка бергенде де, мысалға, жарыстағы да қатты уайымдайсың ғой. Мысалға, мен қазір ұтылып қалсам бара алмаймын, ол жерде өмірің шешіледі. Сондай бір психологический жағынан ба, барлық жағынан мықты деп ойлаймын. Прикидканы ұтты, олимпиадаға барып алтын алды. Сол кезде өз-өзін дәлелдеп тастаған спортшы ретінде қабылдаймын. Прикидканың өзінде, мысалға, қаншама не кетеді ғой, эмоцияң, қысым, бәр жақтан, жан жақтан. Ана жерде қателік жіберуге болмайды. Мен Елдос Сметовпен қасынша жыл қасында жүрмін, иә, официальный жарыстар ғой, керек жарыстар ол қателік жібермейді. Сондай спортшы. Осыны маған Ермек Иманбеков ағай, бұрынғы бас бапкер ұлттық құраманың, сол айтқан. Мен сол ағай кеше прикидка бітті, Елдос барайын деп жатыр, қандай пікірдесіз деп сұрағанымда, енді осы сезонда Елдос онша қатты өткізген жоқ қой деп сұрағанымда, Сметов па деді, иә десем, ол жинала салады деді. Ол жинала салады деді. Шынымен де Парижге барып жинала салды, олимпиада чемпионы болды да, мысалға да. Әлем чемпионатында осы жылы қола медальға ұтылды, иә. Ол кезде айтты маған, мен бұлай өмірімде құлаған жоқпын. Қолын тіреген десе, ол иығы ауырады, тіре алмайды, иә. Құламауға болатын еді. Бірақ ол тіреген жоқ, себебі жарақат қатты алып қалды. Мүмкін олимпиадаға азғантай қалды деген сияқты. Жапондықпен шыққан. Иә. Бірінші рет құлапты ол. Мысалға, ол Сметов артына көп құлай бермейді, жағы ұры жерге тимейді оның. Сондай бір спортта мысық сияқты, иә. Сол кезде сұрағам, ағай қалай олай болды деген сияқты. Енді олимпиадаға баратқан кезде мен білдім, ол деген ең біздің спортта ең бір тәжірибесі жоғары. Барлығынан, мысалға, шетелде жүрген спортшылардан тәжірибесі мықты спортшы бірі болып тұрды, себебі жасы да, өзі де, күресі де. Мен айттым, мұндай жарыста ол қателік жібермейді. Мен солай сенімде болдым. Қателік жібермейді ол. Официальный турнирлерде, мысалға, әлем чемпионаты болсын, олимпиада болсын, ол қателік жібермейді. Басқа гранд-сламдарда қателік жіберетін шығар, жарақатына байланысты әлде бір дайын болмаған шығар, сондай жағынан ғана қателік жібереді, бірақ ол бұрай күресте қателік жібермейтін адам. Ондайлар бізде аз. Оның біреуі сол Сметов деп айта аламын. Жалғыз адам. Аңыз адам деп те сол үшін айтады. Ұлттық құрамада Елдосқа тең келетін ешкім жоқ деп те сөйтіп айтады, салмағанда. Бізге біздің қасымызда жүрген жақсы бір адам ретінде ғой, спортта да, өмірде де ақылын айтатын, иә. Өзі өте көңілді жүреді ғой, өзі. Позитивті жүреді. Әндетіп. Әнді жақсы айтады. Сосын Ғұсманға шыққанда қалай жанкүйер болып тұрдыңыздар бәріңіз? Айғайлап, мен қарама-қарсы еттен көріп отырдым олимпиаданың кезінде. Ғұсман ағай отқанда мен жыладым. Жыладың? Ғұсман ағай отқанда, иә. Енді Ғұсман ағай адамгершілік жағынан жақсы кісі ретінде қабылдаймын. Өте жақсы ағай. Енді біз араласамыз, біз жақсы жүреміз, оның әйелімен де араласам,
күшті ағай, бір сөзбен айтқанда. Егіз бар ғой, Омар да, Ғұсман да, екеуі де бірдей күшті ағайлар. Әрқашанда көңіл күйде жүреді, жақсы адам. Сосын сол ұтқанда мен қатты қуандым, себебі сонша жыл жарыста ұтқан жоқ. Бұл оның еңбегінің жемісі ретінде қатты солай қабылдадым. Мен де Ғұсманға қатты қуандым. 66 келі, енді 60 келіде ол әлем чемпионатының финалисі күмісін алды, Гранд Слемдерді алып жүрді. Қаншама жарыстан, Азия чемпионаттарынан алды. Бірақ сол 66-ға келгелі бір жолы болмады-ау деп жүрдім, өйткені Азия ойындарында жеңіліп қалды. Әлем чемпионатында анбаулдан ұтылды, 2 ретінде де. Одан бөлек қаншама Гранд Слемдерде жақындап жүрді, 2-3 кездесу өткізеді, жүлдеге жақын қалып жүрді. Бірақ 66 келіге нағыз керек шағында, бап деген мүмкін сол шығар. Мысалы 60 келіде Олимпиадаға барамай қалды. Олимпиадаға барамай қалды, Енді 66-та ол өзі интервьюде айтты ғой, мен 60 келіде бара алмадым, қанша жыл 60-та жүрмін. Сол медаль маған 66-да бұйырады екен деп 66-да. 66-да бұйырып тұр. Оның үстіне бүйтіп өлет есімде Ғұсман енді ауысқан кезде, Ғұсман 66 келіде күрескен қарсыластарын қалай десем, мен осы уақытқа дейін бір оңай қарсылас көрмедім, 66-ға ауысқалы деп айтқаны есімде. Қуаныштымыз Ғұсман Қырғызбаев үшін. Ауыр группадан шықты ғой, бүкіл қарсыластар мықты болды. Анбаулдың өзіне тұрады. Испанецтің өзі мықты. Испандық, ең бірінші кездесуінде испандық болды. Мен сол бразилияның қарсыласы ұтса екен деп тұрдым, себебі ол 99 жылғы бала, бірақ ол тоже жақсы бала ол. Әлем чемпионаттарында орын алған, Гранд Слемдерді ұтқан бала. Бірақ мен керісінше Ғұсманның финалға шыққанын қаламадым, өйткені ол жақта Хифуми тұр ғой, ол Хифумидан бәрі жеңе алмайды деп ойладым. Хифуми классы өте жоғары адам ғой. Ал қола медаль жеңіп алады ғой. Ал жеңіп алғандағы сезім күшті да, сен оны ұтып аласың ғой. Ал енді күмісті сен ұтылып қалғаннан кейін бәрі финалға шықтырған адам бәрі алтынға ұмтылады ғой. Ал ұтылып қалғанда бір о деп күміске бүйтіп қатты жекпе-жек түрлерінде бүйтіп күміске қатты қуанған адамды мен көрмедім да. Енді мысалға жүгіргенде бір сондай спорт түрлерінде мысалға көркем гимнастикада күміске де қатты қуанады ғой енді олар. Ал енді жекпе-жек түрлерінде көп қуана бермейтін болғасын. Ғұсманның ана серппен шықты, кіші финалда. Одан бұрын ұтылған ба? Бойы ұзын бала екен. Ыңғайсыз да, сол серпті жеңгені, құлатқан кезде, вазари алатын кезде көрсете қалды ғой өзі татамиші. Сол маған қатты әсер етті. Енді қатты әсер етті сол кез. Жылайтындай бар Абиба. Жартылай финалда ұтқанда да қуанатын еді, ол финалға кіргенде де қатты қуанатын еді. Финалға кірдің, енді алтын үшін күресесің. Бір кездесу қалды деген сияқты. Бір кездесу қалды. Үшінші орынға қатты уайымдайсың ғой, ұтылсаң медаль жоқ. Медаль жоқ. Анада медаль бар ғой, күміс болса да деп есептеп тұрасың. Айтпақшы Абиба, Париж олимпиадасында сенің Геннадий Головкинмен сөйлесіп тұрғаныңды көрдім. Сырттарыңа суретке түсіріп алғам. Енді ол Геннадий Головкин ол қазақ спортының аңыз, бүкіл әлемдік спортқа аты кеткен адам ғой. Не айтты сол кезде сізге? Мен сенің күресіңді бүгін көріп тұрмын. Оған дейін сен результат көрсеткен қыздардың бірі екенсің. Тоқтама осымен бірге, қашанда қолдау керек болса өзіме шықсаң болады. Мен саған қолдау көрсетем. Мықты спортшысын, мойындаймыз деп айтты. Қандай күшті? Головкиннің өзі мойындаған спортшы. Қолдау білдіреміз. Осындай спортшылар бізде көп болсын деп айтты. Абиба, енді міне қазір келесі олимпиадалық цикл басталады. Енді осы аралықта 48 келіде қаласың ғой, ауыспайсың ғой, салмақ ауыстырмайсың ғой. Жоқ, салмағым өзі қазір 50-ға артып кеттім. Көп уайымдадым ба? Мен қазірге дейін ұйықтасам олимпиаданы түсінде көремін. Әлі көресің ба? Кейде жатып ойланып қалсам, мысалы бос уақытым болып қалған кезде ойланасың. Алдындары бос уақытымыз болмады, қатты дайындалдық. Енді бұйырса қазір Жапонияға барып қатты дайындыққа кірсем, сол кезде ұмытамын, себебі келесі циклға дайындаламын. Келесі циклға. Қарсыластарымыз көп болсын, жастар шықсын. Мен сол жерде бұйыртса ұтпай қоймаймын. Лос-Анджелес олимпиадасында. Абиба, бүгін бізге келіп, сұхбат бергеніңе уақыт бөліп рахмет көп. Сенің алда талай жеңісіңе куә болатынымызға сенімдімін. Өзің ойлағандай, Лос-Анджелесте саған олимпиада алтыны бұйырсын. Оған дейін әлі талай жарыстардан сүрінбей өтуіңе тілектеспіз. Рахмет көп. Рахмет.